Баршаңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай сөмкеге арналған белдік жасаймыз. Бұл белдікті біз моншақтан жасадық. Бұл белдік сөмкеге және де беліңізге де белдік ретінде тағып алсаңыздар болады. Енді бізге бұл жерде керек осындай моншақ. Бұл моншағымыз біздің 6-шы өлшемдегі моншақ. Келесі біздің осындай ілмегіміз арнайы сөмкелерге арналған. Және де осындай балық аулау желісі дейді. Бұны қазақша айтқан кезде орысша леска. Сіздерге түсінікті болсын деп леска деп айта берейін. Осындай леска керек 7-ші өлшемдегі және қайшы керек. Біз енді қолымыздағы лесканы осындай ілмегімізді міне осы жеріне өткізіп аламыз. Осы жерінен өткізіп алғаннан кейін лескамызды теңестіреміз. Енді осы лескамызға бір шетінен 2 моншақ, екінші шетінен 1 моншақ өткізіп аламыз. Осылай өткізіп алғаннан кейін аяқ жағына дейін апарамыз ілмегімізге қарай. Енді осы жерде 2 моншақ тұр. Сол 2 моншақтың жоғарғы жағындағы моншақтан сол жақтағы сол лесканы керісінше 1 моншақтан өткіземіз. Мінекей, осы жерден өткізіп аламыз. 1 моншақтан өткізіп аламыз. Аяқ жағына дейін өткізбейміз. Енді осы лескадан келесі беттегі лескамызды өткізіп аламыз. Мінекей, осылай өткізіп аламыз. Және жақсылап түйеміз. Осылай 3-ші моншақтың дәл ортасына қарай қатты бекітіп түйіп аламыз. Мінекей, біздің бұл ең бірінші бастамамыз. Бастамасы осылай 3 моншақтан басталады. Міндетті түрде моншақтың ортасына қарай түйіңіздер. Сол кезде леска керемет ұстайтын болады. Енді келесі қатарымызды бір шеттен 3 моншақ, келесі шеттегі лескадан 2 моншақ өткіземіз. Өткізіп алғаннан кейін осылай аяқ жағына дейін апарамыз. Мінекей, 3 моншақ тұрған жерден 3-ші моншақтан лескамызды өткіземіз. 1-ші моншақтан, мінекей, осы моншақтан лескамызды, мінекей, осы лесканы керісінше өткізіп аламыз. Мінекей, осылай керісінше өткізіп аламыз. Аяқ жағына дейін өткізбейміз. Енді сәл орын қалдырамыз. Мінекей, осылай. Енді осы лесканы келесі лескадан өткіземіз. Мінекей, осылай өткізіп алғаннан кейін жақсылап түйіп бекітіп аламыз. Мінекей, түйген кезде міндетті түрде моншақтың ортасына қарай түйіңіздер. Бізде 6 моншақ шықты. Мінекей, 6 моншақ. Енді
Осы әдіспен 60 көз тоқып шығамыз. Жоғары қаратай. Бұл кәдімгі дүкеннен сатып алған кезде сөмкелерге арналған белдіктер сатып аламыз ғой. Сол өлшеммен бірдей қылып жасадым. Сол кезде бізде осындай моншақпен 60 көз шығады екен. Енді сіздер өздеріңіз қарайсыздар, қалай қысқа жасағыларыңыз келсе қысқа жасайсыздар, ұзын жасағыларыңыз келсе ұзын жасайсыздар. Тапсырыс берген адамға байланысты. Және де метрмен өлшеген кезде 103 сантиметр шығады екен. Мінекей, енді осы жерде біз келесі көзімізді тоқимыз. Мінекей, осы жерде үшінші моншақтан лескамызды өткізіп, лескадан келесі лескамызды өткізіп, осылай жақсылап бекітеміз. Ең бірінші 3 моншақ, екінші 6 моншақпен тоқыған әдісті сол әдіспен 60 көзге дейін тоқи береміз. Ешқандай басқа әдіс қоспаймыз, сол бір әдіспен ғана тоқып, аяқ жағына дейін тоқи береміз. Мінекей, енді біз келесі көзімізді тоқимыз. Дәл солай бір лескадан 3 моншақ, екінші лескадан 2 моншақ өткіземіз. Осылай 2 моншақ өткізіп аламыз. Аяқ жағына дейін алып барамыз. Мінекей, 3 моншақ тұрған лескадан 3-ші моншақтан сол тұрған лесканы өткіземіз, және келесі лесканы оң жақтағы лескадан өткізіп, осылай түйіп аламыз. Мінекей, сол бір әдіс 6 моншақпен тоқылған. Осыны енді осылай аяқ жағына дейін 60 моншақ, 60 көз тоқимыз. Мінекей, сіздерге тағы бір рет түсінікті болсын деп, тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Мінекей, оң жақтағы лескадан 3 моншақ, сол жақтағы лескадан 2 моншақ өткіземіз. Оң жақтағы лескада 3 моншақ, сол 3-ші моншақтан оң жақтағы лесканы өткіземіз. Бірақ қана моншақтан. Және оң жақтағы өткізген лесканы аяқ жағына дейін өткізбейміз. Сол жақтағы лесканы оң жақтағы лескадан өткізіп, осылай түйіп аламыз. Мінекей, осылай аяқ жағына дейін 60 көз тоқып шығамыз. Мінекей, біз осылай тоқып біттік. Бұл жерде мен тағы бір адам көмектескеннен кейін екінші ілмектен де тоқып бастадық. Егер сіздерде екі әдісті көрсетемін, сіздерге бекітудің екі жақтан тоқысаңыздар, осылай бірінші әдіспен бекітсеңіздер болады. Ол үшін бір жақтағы тоқылған белдігімізді тоқып шыққан осылай аяқтап аламыз. Аяқтаған кезде лескамызды моншақтардан өткізіп, осылай бекітіп тастаймыз. Осылай өткізіп алғаннан кейін жақсылап біраз моншақтардан өткізіп аласыздар осылай. Егер сіздердің лескаларыңыз таусылып қалса, осылай бекітіп тастасаңыздар болады. Осылай әрбір моншақтан өткізіп. Осылай өткізіп алғаннан кейін артық лескамызды қайшымен қиып тастаймыз.
мінекей артық жерін қиып алып тастап осылай болады. Енді біз екінші жақтағы лескамызды осылай қалады. Осы бітпеген лескаға біз деген моншақтарды өткіземіз. Екінші беттегі қатарымызды аяқтап тастадық. Енді осы жақтағы лескадан мінекей 2 моншақ өткіземіз. Бір жағынан 2 моншақ, екінші жағынан 2 моншақ өткізіп аламыз. Осылай өткізіп алғаннан кейін мінекей екінші жақтағы осылай көзімізден мінекей екінші жақтағы көзімізден осылай оң жақтағы лесканы өткізіп аламыз. Мінекей осылай өткізіп аламыз. Осы өткізіп алған жерден түйіп тастасаңыздар болады, бірақ сіздерге қиын болады. Өйткені біздің моншақтың көзі кішілеу, лескамыз сәл қалыңдау. Сол себепті екінші жақтан 2 моншақ өткіздік қой. Сол екінші моншақтан сол жерден түйеміз. Сол жерден түйіп тастаймыз. Мінекей осы жерден сол өткізген лесканы керісінше өткіземіз. Мінекей келесі лескамызды іліп алып, осылай түйіп тастаймыз. Мінекей жақсылап түйіп тастасаңыздар, мінекей осындай керемет біздің белдігіміз шығады. Қай жерден бастап, қай жерден бекітілгені білінбей қалады. Енді осы лескаларды ары-бері өткізіп, жасырып тастаймыз және артығын қайшымен қиып тастаймыз. Мінекей бізде осындай керемет сөмкеге арналған белдік шықты. Мінекей осындай әдемі болып шықты. Енді сіздерге келесі аяқтайтын келесі әдісті көрсетемін. Мінекей осылай аяқ жағына дейін тоқып келдік. Өздеріңіз қалаған өлшемге дейін тоқып аласыздар. 60 көз, немесе одан аз, немесе одан көп. Осылай тоқып аласыздар да, аяқ жағына келген кезде, осылай біздің келесі беттегі ілмегімізді бекіту керек болады. Бұл жерде енді біз осылай аяқ жағына келген лескамызды аламыз. Осы лескадан моншақтарымызды өткіземіз. Тыныш бол. Тыныш болды. Тыныш жарайды. Мінекей осы жерде бір лескадан бір моншақ, келесі лескадан бір моншақ өткізіп аламыз. Осылай бір моншақтан өткізіп алғаннан кейін осындай ілмегімізді осы бір лескадан өткізіп аламыз. Мінекей басында бастаған кезде 3 моншақпен бастадық қой. Сол секілді бұл жерде де 3 моншақ болып тұр. Мінекей осылай ілмегімізді өткізіп алғаннан кейін
керісінше келесі лескамызды өткіземіз. Мінекей, енді екі жақта моншақ тұр ғой, бір моншақ. Сол моншақтардан лескаларымызды өткіземіз. Осы екі жақтағы лесканы екі моншақтан өткізіп, мына тұрған үшінші моншақтан өткізіп, түйіп тастасаңыздар болады. Содан кейін жоғарғадай лескаларымызды әрбір моншақтан өткізіп, жақсылап бекітілді дегенде артық лескамызды қиып алып тастаймыз. Осылай екінші әдіс. Өздеріңіз енді қалаған әдісті қолданып, ең соңғысын бітірсеңіздер болады. Мінекей, енді мына жерде сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл бізде дүкеннен сатып алған белдік, сөмкеге арналған. Сол секілді мен сондай өлшемде жасадым. Бұл енді бізде стандарт белдік болғаннан кейін солай жасаған дұрыс деп есептедім. Енді сіздерге бұл жерде өлшеп көрсетейін, бізде қанша өлшемде шықты екен. Міне, бұл бізде сантиметр қанша шықты екен. Мінекей, бізде 103 сантиметр шықты. Бұл енді 105-ке дейін болуы мүмкін, өйткені сөмкеге таққан кезде сәл ғана созылады екен, қатты емес. 103 сантиметр. Мінекей, осындай керемет белдік шықты. Осылай дүкеннен сатып алмай-ақ, осылай өздеріңіз тоқып алсаңыздар болады. Мінекей, енді бұл менде телефонға арналған сөмке. Енді осыған мен осылай сіздерге тағып көрсетейін. Мінекей, қараңыздар, қандай керемет белдік шықты сөмкеге арналған. Мен бұл сөмкеме негізі дүкеннен белдігін қолданып жүргенмін. Қазір белдікті таққаннан кейін өте әдемі көрініп тұр. Өзіме де осындай керемет бір белдік тоқып аламын. Бұл мендегі тапсырысқа келген белдігіміз. Мінекей, осылай өздеріңіз күнделікті тағып жүрген сөмкелеріңізге сәйкес қылып тоқып алсаңыздар болады. Немесе өздеріңіздің тапсырыс берген кісілеріңізге сәйкестендіріп тоқып берсеңіздер болады. Бұл бізде мінекей ақ болса, қара тоқсақ, мынау ағы. Бұл да тапсырысқа келген белді. Осындай ақ түрінде тоқып жатырмын. Мінекей, осылай өздеріңіз сөмкелеріңізге тоқып алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.